Peygamber sallam айтады, Алла жолында елін, жерін, дінін қорғап, шейіт болған батырды алып келіп, сен не істедің деген уақытында, мен, Алла сенің жолыңда жанымды құрбан қылдым дегенде, сен атақ үшін, абырой үшін, жұрт батыр десін үшін сен соғыстың. Сен Алла үшін соғысқан жоқсың. Сен маңдайыңмен сүретіп, тозаққа тығыңдар дейді. Екінші ғалымда келеді, үшінші байда келеді, жомарт, Алла жолында мал сарпыған. Ал ғалым күндіз түн Алла жолына тәлім берген. Бұлардың бәріне сендер атақ, абырой үшін қылдыңдар, Құдай үшін қылмадыңдар, баратын жерлерің тозақ дейді. Екі нәрсе болмаса, Алла қабыл қылмайды. Біріншісі Алланың разылығы үшін. Екіншісі қыбатқан ісі Құранда, Алланың елшісінің сүннәтінде бар ма жоқ па? Сонда ғана Алла тағала қабыл қылады. Мен атақ, абырой дегенім Аллах үшін жүректен қызмет қылуды атақ, абырой деймін. Сені ертең Алланың алдына барғаныңда қабатқан ісіңнің бәрін қабылдамаса, атақтың не керегі бар, абыройдың не керегі бар? Соның үшін мұсылмандар намаз оқығанда Алланың разылығы үшін оқимын деп құлақ қағады. Біз барлық істі қылғанымызда атақ, абырой үшін емес, Алланың разылығы үшін қылсақ, осы бізге жетерлі.